Қазақстан құрамасының ойыншылары кезекті бұрыштама тобында орындайды. Арно Пайперстің ежелгі жүйесі бойынша қарсыластың қақпасының сызығы маңында шоғырланған осындай үлкен футболшылар тобы Сергей Остапенко бас бапкерге өз командасының орналасу жағдайын түсіндіргеннен кейін Александр Кочма, Роман Узденов бастаған топ осы шепте қақпаға бағытталған соққы, және біздің команда бұл кештегі 3-ші голын соқты. Голдың авторы Роман Узденов. На 45-й минуте забили все-таки казахстанцы третий мяч. Очень хотели мы после первого тайма вести 3-0. И это случилось. Роман Узденов после розыгрыша углового головой отправил мяч в сетку ворот. 3-0. Бұл Роман Узденовтың Қазақстан құрамасы сапында өткізген 3-ші кездесуіндегі 2-ші голы. Бұған дейін Атырау футбол клубының шабуылшысы, егер мен жаңылмасам, Мәскеулік Динамоның сапында жүрген уақытта Кипрде өткен жолдас кездесулердің бірінде еліміздің бас командасы үшін алғашқы голын соққан еді. Несі бар? Атыраулық футболшы мен оның әріптестері және құрметті көрермендер, сіздердің бағыттарыңыздармен танысуға кезек беретін болсақ, назар